Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен түрік тәттісі семит булочкасының ең оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, жұмсақ, иісі деген өте керемет болып шығады. Семит тәттісін дастарханға, таңғы асқа ұсынсаңыздар болады. Жақындарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Бізге дайындау үшін ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, жылы суымызды ұнның үстіне құятын боламыз. 1 шай қасық тұз, қантымызды және де ашытқымызды салып, жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Енді жартылай иленген қамырымыздың үстіне сұйық майымызды құйып, июі қанғанша тағы да жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз қолымызға жабысатын болса, аздап ұн сеуіп, илеп жерсеңіздер болады. Ұнды көп қосуға болмайды, себебі қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Бізге қамырымыз өте жұмсақ болып шығуы керек. Қамырымызды ауа өтпейтіндей ыдысқа салып, немесе салафанға салсаңыздар болады. 1,5-2 сағатқа тындырып қоямыз. Қамырымызды ақырындап ыдысымыздан алып, столдың үстіне қоямыз. Осылай видеодағындай 4 бұрышты пішінге келтіріп, 7 бөлікке бөлеміз. Осы рецепттен бізде 7 семит тәттісі шығады. Енді қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп, ақырындап қолымызбен жайып шығамыз. Қолымызбен жайып болғаннан кейін, осылай екі жағынан орап, булочкамызды ораймыз, жақсылап біріктіреміз. Ашылып кетпеуі қажет. Енді қалған қамырларымызды да дәл солай жасап шығамыз. Енді сиропымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 30 грамм су, 100 грамм қантымызды салып, жай отта 5-6 минуттай қайнатамыз. Араластыруға болмайды. Қантымыз толықтай еріп кетуі қажет. Қайнап жатқан сиропымызға жарты немесе 1 стакан су құйып, араластырамыз. Дайын болған сиропымызға қамырымызды толықтай батырып, қуырылған күншетімізге екі жағын аунатып аламыз. Қалған қамырларымызды да дәл солай аунатып, противенге ақырындап орналастырамыз.
Қызып тұрған пеште 250 градуста беті қызарғанша 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Біздің тәттілеріміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.